19 ғасырдағы шаруалар көтерілісінің көсемі, Исатай Тайманұлының үзеңгілес жолдасы, қозғалыстың ұраншысы, даланың дауылпаз ақыны, Махамбеттің атын иемденген аудан облыс орталығына ең жақын орналасқан ауданның бірі. Қазақ ССР-ның орталық атқару комитетінің 1938 жылғы 14 ақпандағы қаулысы бойынша Жаманқалы ауданы Бақсай ауданы деп өзгертілген. Осы деректер негізінде 1938 жылы аудандық халық соты құрылған. Сот сол кезде бір қабатты отын жағу арқылы жылытылатын ғимаратта орналасқан. Кейін 1992 жылы аудандық сотқа ауданның орталық алаңында орналасқан аудандық кеңестің атқару комитетінің қызмет жайы болған 2 қабатты ғимарат берілген. Осы сотты алғашқы болып халық судьясы қызметін 1938-1940 жылдары Ахметов Бердеш есімді азамат атқарған. Одан кейін 41-42 жылдары Сағымбаев Үсен, 42-46 жылдары Ниетов Зафир, 47-51 жылдары Мұрзалиев Өтеген, 66-72 жылдары Айдешев Қадырхан, 74-76 жылдары Абуов Әліп, 76-77 жылдары Дәурешев Шахимардан, 77-87 жылдары Жұмалиева Сағима, 87-91 жылдары Жолаев Талапқали, 91-2002 жылдары Дүйсебалиева Сәуле, 2002-2006 жылдары Ерғазиев Мәтен, 2007-2010 жылдары Ташимов Жұмағали, 2010-2015 жылдары Дәурешев Ануар, 2015-2020 жылдары Қадырғалиев Базарғали. Қазіргі таңда 2 судьялық бірлігі бар аудандық сотқа Досмағамбетова Айтжан Бақытжан қызы басшылық жасауда. Бұрынғы үкімдер, шешімдер, хаттамалар сияқаламмен жазылған, одан кейін машинкамен басылған, кейін компьютермен басылған. Сот жүйесінің тәуелсіздігі қағидаттарының негізгі кепілдіктері еліміздің конституциясында көрініс тапқан. Осының негізінде Қазақстан Республикасында сот төрелігін тек сот қана жүзеге асырады. Өткенге көз жүгіртсек, 1991 жылы мемлекеттік тәуелсіздігін жариялағаннан кейін басталған саяси, әлеуметтік және экономикалық қайта құру процесі негізінде елімізде ұлттық құқықтық жүйе қалыптасып, сот жүйесінің реформасы жүргізілді. Егеменді елдің сот саласында түбегейлі өзгерістер орын алған. Мемлекеттік биліктің дербес тармағы соттың іргетасы қаланды. Сол уақыттан басталған реформа кезең-кезеңмен заң ережелер, бағдарламалар, халықаралық тәжірибе және сарапшылардың талқылауымен жетілдіріліп келеді. Ал 2007 жылы онлайн сервистерге және сот органдарының қызмет көрсетулеріне қолжетімділіктің жалғыз терезесі болып табылатын бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық жүйесі электрондық жобасы іске қосылып жүзеге асырылды. Кейін цифрлық Қазақстан бағдарламасының тұжырымдамасына сәйкес Қазақстан Республикасының жоғарғы соты 2016 жылдың басынан республиканың барлық соттарында төрелік ақпараттық жүйесі сот кабинеті сервері енгізіліп, толық қолданыла бастады. Төрелік ақпараттық жүйесін енгізудің ең басты мақсатының бірі сот органдарының және сот отырыстарының ашықтығы болып табылады. Сот кабинеті сервисі азаматтар үйлерінде немесе жұмыс орнында ғаламтор арқылы электронды түрде талап арыздарын, өтініштерін және тағы басқа хаттарын беру мүмкіншілігі де қарастырылған. Төрелік ақпараттық жүйесі іске қосылғаннан бастап, өзінің ыңғайлығын және үнемділігін көрсетіп, сот қызметкерлерінің жұмысын ілгерілетті. Тәуелсіз еліміздің сот жүйесінде жаңа талапқа сай әділ сотты қалыптастыру жолындағы тынымсыз ізденістер батыл бетбұрыстарға толы болады. Осыдан 30 жыл бұрынғы сот жүйесі мен бүгінгі соттың жағдайы мүлде салыстыруға келмейді. Заңдық, кәсіби біліктілік тұрғысынан ғана емес, сот саласы материалдық әлеуметтік жақтан да анағұрлым артты. Сот мәжілісі залдары түгелдей аудио және бейне жазба құрылғыларымен жабдықталып, сот отырыстары түгелдей дыбыс бейне жазба құрылғыларын қолдану арқылы өткізілуге көшті. Сот жүйесінің жетістіктері электронды сот ісін жүргізу бағытындағы жаңашылдықтар, соның ішінде қылмыстық істер, азаматтық және әкімшілік құқық бұзушылық істері де электрондық форматта қаралуда. Электронды істердің келесіде тиімді тұстары: біріншіден, іс материалдарын жіберуге уақыт үнемділігі және қағаз шығыстарының қысқартылуы. Екіншіден, сот ісін жүргізуге қатысушылардың іс материалдарымен таныстыру кезіндегі ыңғайлылық
және сақтаудың ықшамдылығы, көшірудің жеңілдігі. Бұдан басқа 2018 жылдың басында еліміздің сот жүйесі одан әрі дамыту бойынша 7 басым бағытта ұсынылды. Сот жүйесі дамытуға бағытталған жоба 7 бағытты қамтиды. Мінсіз судья, үлгілі сот, әділ процесс, сот, оңтайлы орта, сапалы нәтиже, сотсыз татуласу орталығы. 7 жоба 2020 жылға дейінгі сот жүйесін дамыту тұжырымдамасының негізін құрды. Тұтастай алғанда, аталған жобалардың негізгі ортақ міндеті қоғамның соттарға деген сенімін арттыру. Сотсыз татуласу жоба негізінде Махамбет аудандық сотына заманауи үлгіде татуластыру орталығы ашылып, жұмыс жасалуда. Оның мақсаты халықты қолайлы әрі дауды татуласумен шешуге ықпал жасау. Тараптар өз мәселесімен қай мезгілде болмасын жолығып, керекті сұрақтарына жауап алып, медиаторлардың көмегіне жүгіне алады. Сонымен қатар, Атырау облыстық сотының қолдауымен татуласу сотқа дейінгі сотта жобасы аясында ауданымызда беделді, халыққа сөзі жүретін, зиялы тұлғалардан құрылған 5 мүшеден тұратын билер кеңесі құрылып, даулардың сотқа дейінгі және сотта медиация мен бітімгершілікпен аяқталуына үлесін қосуда. Махамбет аудандық сотына татуласу рәсімдерін қолдану аясын кеңейту мақсатында және халықаралық отбасы күні қарсаңында ауданымызда билер кеңесі кабинеті және отбасылық кеңес беру кабинеті Махамбет аудандық ашық әкімдік ғимаратында ашылды. 2023 жылдың тамыз айында Атырау облыстық сотының төрағасы Пәрменов қызметтік сапар аясында Махамбет аудандық сотына келіп, жұмыстарымен танысты. Сонымен қатар 2022 жылдың 24 маусымында судья мен сот қызметкерлері күні мерекесі енгізілді. Бұл осы салада еңбек етіп жүрген қызметкерлер мен мемлекеттік сот саласының қалыптасып дамуына қызмет еткен сала ардагерлеріне деген зор құрметтің белгісі. Соған орай Махамбет аудандық сотына алғаш атанып өткен мереке қарсаңында салтанатты шара ұйымдастырылып, оған дүниеден өткен соттың төрағалары Сәуле Дүйсебалиева, Базарғали Қадырғалиев, Маман Майжан Жұмағалиеваның ұрпақтары, сот ардагері Жұмалиева Сағима Қилманқызы және ұзақ жылы кеңсе меңгерушісі болып жұмыс жасаған Нұрбибі Құсманова қонаққа шақырылып, құрмет көрсетіліп, марапатталды. Осынау ғасырға жуық уақыт тарихында аудандық соттары еліміздің тұрақты дамуына зор үлес қосып, қоғам мен мемлекет өмірінде туындайтын жанжалдар мен дауларды әділ шешу бағытында небір күрделі, тағдырлы істерге төрелік етті. Бүгінде аудандық соттың судьялар корпусы азаматтардың конституциялық құқықтарының қорғалуына, заң үстемділігінің берік орнығуына және сот тәуелсіздігінің нығаюына сүбелі үлес қосып келеді. Халық үшін тындырылған жұмыс аз емес, алайда әлі де жасалар жұмыс одан да көп.